Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз некеге тұру жасын қысқарту туралы. Некеге тұру жасы 18 жас. Сонымен қатар неке жасын қысқарту мүмкіндігі қарастырылған. Некеге тұратын адамдар мен олардың ата-аналарының келісімімен өтініш беру керек. Белгіленген неке жасын төмендету қажеттілігінің себептері мынау: жүктілік немесе ортақ баланың туылу. Тіркеуші органдар бұл жағдайда неке жасын 2 жылдай одан әрі емес мерзімге қысқартады. Қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік. Адамның заң бұзушылық әрекетінен болған зиянкестік үшін жеке жауап беру қабілеті дербес азаматтық құқықтық жауап беру деп аталады. Заңнамаға сәйкес дербес азаматтық құқықтық жауап беру жасы жалпы ереже бойынша 16 жасты құрайды. Жекелеген құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік жасы 14 жасқа дейін қысқартылады. Мысалы, қылмыстық кодексте кісі өлтіру, қасақана ауыр зиян келтіру, зорлау, жыныстық зорлық-зомбылық, лаңкестік актісі, тағы басқа. Жекелеген қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершіліктің жасын қысқартудың негізі қылмыстық белгілі бір санатқа жіктелеу емес. Ол адамның іс-әрекетінің сипатын тану, оның салдарын алдын ала білуге және адамның қылмысқа қатынасын анықтайтын психикалық, физикалық қасиеттері. Азаматтардың заңы құзыреттілігі мен құқық қабілеттілігі мен жас санаттарына бөлуіне ұқсастықтар бар ма? Азаматтық құқыққа ие болу қабілеттілігі адамның туған кезінен танылады және қайтыс болғаннан кейін тоқтатылады. Ол Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 13 бабы. Азаматтық әрекеттік қабілеттілігі бұл азаматтың өз іс-әрекеті арқылы азаматтық құқықтарға ие болу және оны жүзеге асыру. Сонымен қатар өзі үшін азаматтық міндеттер ойлап және оларды орындау қабілеті 18 жасқа толғанда туындайды. Осыны негізге ала отырып, жас санаттарына бөлу мен азаматтың әрекет қабілеттілігі арасында ұқсастықтарды ажыратуға болады. Адамның жасы қаншалықты үлкен болса, оның азаматтық әрекет қабілеттілігі де соғұрлым жоғары болады. Құқықтық қабілеттілік белгілі бір жасқа толған адамға байланысты емес. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 124 бабына сәйкес жас балалар мен кәмелеттік жасқа толмағандарды азғандық жолға түсіру бұл зорлық, зомбылық жасамай жасалған бұзақылық әрекеттер. Азғындық жолға түсіру әрекеттері табиғи болуы мүмкін. Кәмелетке толмаған баланың жыныс мүшелерін ашып көру, оларды ұстау және тағы басқа. Бірақ бұл әрекеттер зорлық, зомбылықсыз орындалады. Азғындық жолға түсіру әрекеттері интеллектуалдық сипатта да болуы мүмкін. Кінәліні қоздыратын порнографиялық бейне көріністер, фильмдер, жас өспірімдерге жыныстық қатынасты көрсету, әдепсіз қимылдар, жанасу және тағы басқа әрекеттер. Тек ер адамдарға химиялық кастрация жасау шарасы дұрыс па және бұл жынысы бойынша кемсітуге жата ма? Неліктер әйелдер үшін мұндай жазаның баламасы жоқ? Денені ауыртпай, психикалық жағдайын азаптамай адамды түзету, емдеу деген мақсат жазалаудың мақсаты сәйкес келе ме? Оның денсаулыққа қапшалықты зияны бар ма? Сондай да сұрақтар бар. Халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2009 жылы химиялық кастрация ол медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жыныстық құмарлықты төмендететін дәрілерді қабылдау. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 39 бабы бойынша жаза әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру үшін, сондай-ақ сотталған адамды түзету және сотталған адамның да басқалардың да жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауына жол бермеу мақсатында қолданылады. Жазаны қолданған кезде адам қандай да бір ауырсынуды сезінбейді және бұл жаза адамның қадір қасиетін қорлауға бағытталмаған. Қылмыстық кодексінің 93 бабының 5 тармағына сәйкес химиялық кастрация түріндегі мәжбүрлеп емдеу
бұл медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының бірі. Осылайша химиялық кастрация жазаға жатпайды.